ертеде бір сыйқырлы орман ішінде үнемі қатты найзағай соғып жаңбыр жауа беретін болған. Ол орман ішінде Элвин есімді жауынгер жігіт өмір сүрген екен. Ол қаншама жылдар бойы тәжірибелер жасап, найзағайды өз қолымен қайтаруға тырысып бақады. Бірақ күндердің күнінде бұның бәрі құбыжықтың ісі екеніне көзі жетеді. Өйткені құбыжық күннің көзін жақсы көрмейтін. Ол қатты найзағай соққанын ұнататын, тіпті найзағаймен ойнаған екен. Жауынгер Элвин құбыжықпен қанша арпалысып бар күшін салса да болмайды, ештеңе де қолынан келмейді. Содан кейін Элвин жауынгер бір амалын тапқандай болады. Элвин жауынгер ойлайды, мен қайтсем де мына құбыжықтан құтылуым керек деп қатты ойға батады. Оның есіне орман ханшайымы Айри есімді сиқырлы қыз есіне түседі. Айри орманда өзінің бір сиқырлы әлемінде өмір сүретін еді. Элвин орман ханшайымынан құбыжықтан құтылып найзағайды тоқтатуын қатты өтініп сұрайды. Ал Айри болса көмегін аямайды. Жауынгерден сиқыр жасау үшін бір күн сұрайды. Айри сиқыршы бар сиқырын жүзеге асырады. Уәде еткендей, бір күннен соң найзағай тоқтап, жаңбыр кішкене себелеп жауып тұрды. Құбыжық найзағаймен қоса жоғалып кетті. Күн ашылды. Орман іші жап-жарық, әдемі, әсем, тып-тыныш еді. Орман ішінде барлығы тату-тәтті өмір сүрген еді. Жүрекке жылу беретіндей сезім болған екен. Аңызға сүйенсек, сиқырлы орман ішінде 100 жыл бойы ешқандай найзағай соқпаған.